Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте керемет пиццериядағы пиццаларымыздан асып түспесе кем түспейтін жұмсақ тәп-тәтті пиццаны жасап үйрететін боламын. Ол үшін видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал мен рецептімді бастаймын. Ең алдымен бос ыдысымызға осындай жылы суымызды құйып алатын боламыз. Оның үстіне 1 чайный ложка дрожжымызды саламыз. Жақсылап араластырып жіберіп, үстіне 1 чайный ложкадай қантымызды саламыз және осының үстіне тағы да бір тұзымызды салатын боламыз. Және де осының үстіне араластыра отырып, сұйық майымызды құйып алып, тағы да бір араластырып жіберіп, ұнымызды үстінен жаймендеп сала отырып, жұмсақ етіп қамырымызды илейтін боламыз. Еленген жұмсақ қамырымызды 1 сағаттай бетін жауып демалдырып қоямыз. Керемет болып көтерілген қамырымызды ыдысымыздан түсіріп аламыз. Дағыны 2 бөлікке бөліп алып 30 сантиметрдің көлемінде етіп, қолдың көмегімен немесе оқтаудың көлемінен жұмсақ етіп жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне енді соусымызды саламыз. Соус үшін менде өте оңай тәсіл. Осындай кетчуп пен майонезді араластырып жағып, үстіне начинкаларымызды саламыз. Начинка үшін қалаған заттарыңыз болады. Фарш немесе колбаса, тауықтың еті болсын. Ал менде осындай туралған помидорлар. Помидорымыз пиццамыздың үстіне осылайынан қойып, қызып тұрған пешімізге 10 минуттай салып алатын боламыз. Ал 10 минуттан кейін шығарып алып, осындай ыстық күйінде теркадан өткізілген сырымызды үстіне себелеп сеуіп алып, қайтадан 5 минуттай пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте керемет әрі тез болып дайындалады. Піскен кезде де сондай жұмсақ, үйдегі балаларыңыз 5 минутта тез тауысып қоятын болады. Сіздер де отбасыларыңызға міндетті түрде осы пиццаны жасап беріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.